Карманның жиегін осылай 0,7 сантиметрден айналдыра тігіп аламыз. Осылай айналдырып тігіп болғаннан кейін оң бетіне аударып, осылайынан жақсылап үтіктеп аламыз. Сосын мынаның жиегінен 0,5 сантиметр немесе лапканың көлемімен айналдыра тігіп аламыз сәндік тігіс ретінде. Енді астындағы қалташаның жоғарғы жақ бетін осылай 1 сантиметр ішіне қарай қайырып, осылайынан тігіп аламыз. Оны тігіп болғаннан кейін жаңағы сызған сызыққа әдемі болып қонымды болу үшін мынандай етіп үтіктеп аламыз. Тура сызықтағы 1 сантиметр ара қашықтықта полностью осылай қайырып үтіктеп аламыз. Сосын барып тігу оңай болады. Енді қалтаның қақпағының жиегін осылай тура лапканың жиегімен отырып 0,5 сантиметрмен тігіп шығамыз. Бұрыш жағын сәйкестендіріп келтіріп аламыз. Жиегінің барлығы лапканың жиегімен бірдей болса, бір тегіс болса әдемі шығады. Немесе бормен сызып алып тіксеңіз де болады. Осылай тігіп алғаннан кейін мынау белгілеген орындарға қойып шығуымыз қажет. Мысалға, қараңыз, қалтаны осылай сызған сызбаға сәйкестендіріп, астыңғы жағын бірінші инемен қыстырып аламыз, бір шетін, сосын екінші жағын сәйкестендіріп қыстырамыз. Менде сызбадан шамалы үтіктеген кезде ішке қарай кішкене кіріп кетіпті. Осы күйі қалдырып жатырмын, ал жоғары жақтағы сызығына, осы тұрған сызыққа қақпағы тігіледі. Міне осы жерден. И үстінен қайтарылып, бастырып тағы бір тігетін боламыз. Енді осының жиегін айналдыра 0,1 немесе 0,2 сантиметрмен тігіп шығамыз. Тігісті бастаған кезде міндетті түрде закрепка береміз. Асықпай, аккуратно отырып тігеміз, сол кезде барлығы нормально шығады. Міне астыңғы жағын тігіп аламыз осылай. Соңын міндетті түрде закрепка береміз. Енді қақпағының екі жағын ортасын барлық бірдей болғанын қалаймыз. Қадағалап, артық жерін кесіп алып тастаймыз. Тура жоғары жақтағы сызыққа қойып, тоже 0,3-0,4 сантиметр ара қашықтықтан осылай сызылған борға сәйкестендіріп тігіп шығамыз. Екі шетіне міндетті түрде закрепка беріледі. Енді осылай тігіп алғаннан кейін артық болып тұрған шеттерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Жалбырап тұрған жіптер болса, оны да тастаймыз. Сосын үстінен 0,5 сантиметрден қайтадан бастырып тігеміз. Бастырып тіккенде екі шетіне міндетті түрде закрепка беріледі. Әрбір осылай тіккеннен кейін міндетті түрде артық жіптерін кесіп тастап, үтікке басып отырыңыздар, сол кезде барлығы нормально болады. Жағаны тіккен кезде осылай екі жағын бір-біріне сәйкестендіреміз. Міндетті түрде бір жақ бетіне дублерін жабыстыру қажет. Сосын айналдыра тігіп шығамыз. Тоже 0,5 немесе 1 сантиметр ара қашықтықтан тіксеңіздер болады. Мен бірінші осылай тігіп үтіктеп көріп алдым, одан кейін барып дублерін жабыстырып қайта тіктім. Оны видеоның соңында тағы көрсететін боламын. Жаған тіккеннен кейін оң бетіне аудару үшін мынау бұрыштарын осылай тіке аударуға болады. Немесе әдемі шығу үшін бұрыштарын осылай артық жерін кесіп тастап, одан кейін үшкір нәрсеменен бұрышын шығарып алсаңыздар болады. Міне мұнда артқы бөлігі ортасына сызып қойғанбыз. Енді осыған қалтаны тігіп алдық екі жақ бетіне де. Алдыңғы бөлікті үстің жағын қойып, иық тігістерін тігіп аламыз. Мен оверлокпен тігіп аламын. 4 жіптік, егер 4 жіптік болса, бірден сонымен тіксеңіздер болады. Оверлоктап, міне осылайынан тігіп алғаннан кейін үстіңгі жағынан міндетті түрде бастырып тігу деген нәрсе жоқ. Мен бірақ әдемі сәнді көріну үшін үстіңгі жағынан осылай бастырып тіктім. Астыңғы жағынан қарағанда осылай әдемі аккуратны болып көрінеді, лишний ештеңе болмайды. Сіздер де солай тіксеңіздер болады. Одан кейін жеңді қондырып аламыз. Жеңнің ортасында арнайы белгі бар, лекалада. Сол белгі бойынша тура ортасына қоямыз инемен. Сосын екінші жағын бекітіп аламыз. Осы аралықтарды бірдей етіп сәйкестендіріп, жең мен негізгі матаның
аралықтарын бірдей етіп бір-біріне сәйкестендіріп инеменен қыстырып аламыз. Екінші жақ бетінде дәл осылай қыстырамыз, сәйкестендіріп. Міне осылай екінші жағында сәйкестендіріп аламыз барлық шетін, сосын осыны тігеміз. Екінші жеңді де дәл солай жасаймыз. Қараңыздар, тігіп алғаннан кейін үтіктеп алдым. Осылай өте аккуратны болып көрінеді. Қаласаңыздар сәндік үшін тағы да тігіс түсіруге болады. Келесі жұмыс осы жеңді айналдыра тігіп шығуымыз қажет. Мына оң жақ бетінен көрсетіп жатырмын. Енді қазір осыны теріс жақ бетінен қойып, ең бірінші қолтық ойындысындағы тігістерді бір-біріне сәйкестендіріп аламыз. Бірден сразу тігіп кетпес бұрын осылай барлық жақтарын инеменен сәйкестендіріп бір-біріне келтіріп алсақ, тігу оңай болады. Дұрыс емес болып қалып, қайтадан сөгіп жатпайсыздар. Сондықтан осылай бір-біріне екі жақ бетін сәйкестендіріп алыңыздар. Енді астыңғы жағында дәл солай бір-біріне сәйкестендіріп аламыз. Екінші жақ бетінде дәл солай етіп инеменен қыстырып аламыз. Ең бірінші қолтық ойындысынан бастап сәйкестендіреміз. Сосын қалған жақтарын жасаймыз. Міне қолтық ойындысында толық тігіп алдық оверлокпен. Мына орта тура сәйкес келді. Мына қолдың астындағы тігісі де екінші жақ беті. Екінші жақ бетте дәл солай. Мына жерде бірақ бізде сызған борда екінші жақ бетінде кішкенте, яғни сызған кезде шамалы қисық кеткен. Енді жағасын тігіп алуымыз қажет. Ол үшін осылай иық тігістерін бір-біріне сәйкестендіріп, иықтың артқы ортасына белгі қоямыз. Мына осы жерге белгіні қоямыз. Енді жаңаға айтқан болатын сіздерге дублерин жабыстырамыз деп. Алдыңғы бойға осылай астыңғы жақ бетіне әдібіне дублерин жабыстырамыз және жағаға дублерин жабыстырып аламыз. Жаңа пробный ретінде тігіп көрдім, нормально барлығы. Енді жағаға дублерин жабыстырып, осылай дублеринді сәйкестендіріп бірдей етіп қырқып аламыз, айналдыра. Сосын оны дублеринді үтіктеп жабыстырып аламыз. Қазір қараңыздар, дублерин үтіктелініп жабысқан жағы оң бетіне тұрады. Міне мен жасап болғаннан кейін шығып кетпес үшін қайтадан тағы бір тігіс тігіп шықтым. Енді осының ортасын белгілеп алып, негізгі матамыздың артқы бойдың ортасына біріктіреміз. Дублерин жағы сыртқы жақ бетіне қарау қажет. Осы кезде соған мән беріңіздер. Енді бір жақ бетін сәйкестендіріп осылай инеменен қыстырып аламыз. Шетін қалдыруымыз қажет осылай. Ол бізге түймек жасаған кезде ашылып, екі жақ бір-біріне айқасып қалмайды. Енді осыны толығымен инеменен қыстырып шығамыз. Инемен қыстырған кезде екінші жақ бетін осылай алдыңғы жақта қанша қалды, тура соны сәйкестендіріп қалдырамыз. Инемен қыстырғанның пайдасы барлық жағы бірдей болып шығады. Енді осыны тігіп шығуымыз қажет. Дублерин алдыңғы бөлікке жабыстырып алдық. Артық болып шығып тұрған дублериннің барлығын қырқып алып тастаймыз. Осылай артық болып тұрған жерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Екінші детальмен де тоже солай жасап артығын бәрін алып тастаймыз. Одан кейін алдыңғы бойға тура осылай қыстырып аламыз инеменен. Мынау ең астында шамал жер инені тікпейміз. Мына жақты мойын ойынысын толығымен айналдыра осы жерді тігеміз. Мына жерді кейін закрепка беріп бекітіп қоямыз. Ал мына айналасының барлығын оверлок жасау қажет. Екінші жақ бетіне де әдіпті тура осылай инеменен қыстырып аламыз. Қыстырған кезде ең бірінші осы жоғарғы жағынан бастап сәйкестендіреміз. Төменге қарай, сосын мойын ойынысын. Міне екінші жақ беті де тура осылай болып шығу қажет. Одан кейін барып астыңғы детальды, мынау жоғарғы жағын әдіпке, астыңғы жағын астыңғы бөлікке осылайынан тігіп шығатын боламыз полностью. Ең бірінші әдіпті тігіп шығайық.
Міне жоғарғы жағын айналдыра оверлок жасап алдық. Бұны кейін айналдырып тіге саламыз. Ал алдыңғы жақ бетін осылай 0,5 см ара қашықтықтан немесе кәдімгі 1 см ара қашықтықтан тіксеңіздер де болады. Лекалада берілген тігісті өлшем бойынша. Мына соңғы инеге дейін ғана тігеміз. Астыңғы жағы ашық қалынады. Бұның да бір ұшын кесіп алып тастап, ұшын шығарамыз. Ал мынау мойын тұсын осылай қайырылып тұрады. Осы жерді закрепка беріп тігіп тастаймыз. Ал егерде мына тігістен закрепка беріп тастаймыз кейін. Ал егерде ашық тікпеген болсаңыз, мына жердегі тігісті ішкі жақ бетін бір-біріне қосып тігіп тастай салуға болады кейін соңынан. Енді екінші жақ бетінің деталінде дәл солай тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін астындағы бейканы қосып біріктіріп алуымыз қажет. Міне ең бірінші осы жерін бір-біріне инеменен қосып аламыз. Осылай тікесінен қосып алдым. Енді мына аралықты бірдей етіп түсіреміз. Бұрыш жағында 0,7 см, 1 см жетпей тұрады. Сосын мына ортаны біріктіреміз, уже бірдей етіп. Инеменен қыстырып аламыз. Мына жақтарының барлығын осылай сәйкестендіріп, инемен қыстырып шығамыз. Мына екінші жақ бетінде тура бірінші жасағанымыз секілді жасап аламыз. Сосын артқы бойдың ортасын полностью бір-біріне сәйкестендіріп шығамыз. Бірдей болып шығады ара қашықтықтарының барлығы. Енді осыны айналдыра тігіп шығуымыз қажет. Ортасындағы белдікшені де сразу бірден қыстырып кеткелі жатырмын. Ұшын осылай 1 см-дей ішке қайырып, 1 см-дей тағы астың жағына қайырып, осы жерде инемен қыстырып аламыз. Барлық жағын айналдыра екінші шетіне дейін түгел инемен бір жақ бетін ғана қыстырамыз, екінші жақ бетін кейін машинкада тігіп көрсетемін. Міне тіккен кезде машинкамен осылай инені алып отырып тігіп шығамыз. Ине қыстырған аралықтарды осылайынан қайырып, 1 см ара қашықтықта қайырылып, сызылған борға сәйкестендіріп қойып, 0,1 см ара қашықтықтан тігеміз. Екінші жақ бетін осылай тігісті сәйкестендіріп, қалған жағын астына қарай қайыра отырып, бастырып тігіп шығамыз. Сонда міне осындай әдемі болып шығады. Үш жағы міндетті түрде закрепка беру қажет. Енді астыңғы детальді полностью осылай тігіп алғаннан кейін, үстіңгі жағын тігу үшін міндетті түрде үтіктеп аламыз. Тігістен барлығын ішкі жақ бетіне қайырып, осылай үтіктеп шығамыз. Жоғарғы жақ бетінде 1 см ішке қарай қайырып отырып, үтіктеп аламыз. Міне осылай барлығын ішке қарай қайырып, бір тегіс етіп бірінші үтіктеп аламыз. Үтіктеп болғаннан кейін барып, инеменен тігілетіндей етіп қыстырып аламыз. Дұрыс емес жерлері болса, қайтадан дұрыстап үтікпен үтіктеп шығамыз. Үтіктеп алғаннан кейін барып осылай инеменен қыстырамыз. Сосын айналдыра қыстырып алғаннан кейін астыңғы жақтан осылай тура сызықтан 0,1 см-ден бірдей етіп тігіп шығамыз жиегімен. Ал мына жақ бетін осылай әдемі қылып қалай үтіктейміз. Тура сол берілген алдағы тігістен 0,1 мм ішкі жақ бетіне қарай қайыра отырып үтіктейміз. Сонда тігістері сыртқа қарай көрініп қалмайды. Міне осылайынан. Соңына дейін осылай үтіктеп шығамыз. Именно жоғарғы жағын тігіспен бірдей етеміз. Сонда әдемі болып шығады. Мына аралықтарды да жақсылап үтіктеп аламыз. Міне сонымен барлығы нормальный болды. Ортадағы тігісті, қалған детальдарды, жеңнің тігістерін, сыртқы тігістерді барлығын үтіктеп аламыз. Осылай. Енді жең аузын ішке қарай қайырып тігуге де болады, немесе сыртқа қарай мен секілді қайырып тіксеңіздер де болады.
міне осылай лекалада көрсетілген сызық бойынша ішке қарай қайырып тігіп шығасыздар. Бір-бірінен бірдей ма жоқ па аралығын сызып алсаңыздар болады, немесе мен секілді бір-біріне сәйкестендіріп қойып өлшеп алсаңыздар да болады. Толық лекаланы айналдыра осылайынан қыстырып, одан кейін жақсылап үтіктеп аламыз. Сонда бізге тігу барысында оңай болады. Егер ортасында осындай қалып кететін болса, артық мата дейміз ба, қалып кететін болса, тура тігілетін аралыққа дейін астыңғы жақтан өлшеп, осылай бірдей етіп белгілеп, тігісті сол жерден қайтадан жүргізіп алыңыз. Сол кезде осылай тіккен кезде жиегін айналдырып бірдей болып шығады. Соныменен біздің кофтамыз дайын болды. Нәтижесінде міне осындай өте әдемі кофта шығады.